Өнерпаздар сайысы. Қазақтың той-думан, тілеу, сауық-сайран мереке мейрамы өнерпаздардың өнер көрсетуінсіз өтпейді. Олардың басты сал-сері әйгілі әнші, күйші, сыбызғышы, қобызшы, жыраулар, термешілер, бишілер, тапқырлар бәсекесі және де көз бояушылық, сиқырлық, ат үстінен арқан ілу тағысын тағы кім өнерпаз, солар өз өнерлерін көпшілік алдында көрсетуге құқылы, ерікті. Өнерпаздар өнерін белгілі тәртіп бойынша жүргізіп елге тамашалатады. Қазақтың той-томалақ мереке мейрамдарында өнерпаздар өнерлерін еркін көрсетіп, көпшілік көңілін көтеріп, бір серпілтіп тастайды. Сайқы-мазақ қазақ халқының дәстүрлі тыныс-тіршілігінде ел ішінде талай сал-серілер жүрсе, олармен қатар ел аралап сайқы-мазақтарда жүреді. Олар жалқы да жүре береді. Сайқы-мазақтардың түрі көп. Ел аралайтын диуана, бақсы, кезбе, шейхы тағы басқаларда ұқсаған жан. Олар елді мазақтап, әзілдеп, күлдіріп жүргенімен елдің, жердің, жеке тұлғалардың тағдырын, тарихын, келешек өмірін мазағымен қоса беттеріне айтып, өзінен өзі қам жеп жүретін жандар. Олардың біреулер сыйлап жатса, енді біреулер жексұрын етіп, мазақтап келе-келеп ауылдан қуып жатады. Сайқы-мазақтар елден ерекше киініп, бақсыларша алба-жұлба, шоқпыт, тарам-тарам киімдерді қасақана киіп жүреді. Олардың сырын білетін білгір адамдар ауылына келсе, бұл мазақтаушы емес, бір жағынан киелі, ел адамы, ел қамы үшін жүрген жан десіп жатады. Сайқы-мазақ жандарда үй іші, бала-шаға бола бермейді. Өз ғана қу бас болып өмірден өтіп жатады. Онысына олар өкінбейді. Оларға тағдыр осылай өтесің дегеніне де сезетіндер сияқты болады. Сондай-ақ сайқы-мазақтарды қазақтар әдейі той-томалақтарда пайдаланып, жиналған жұрттың, тойшылардың көңілін көтеру үшін оларды тойшылар арасына жүргізіп, мазақ ойындарды істетеді. Олар елге еркелеп, әртүрлі ел ішіндетіп, келеңсіз жайттарды шенеп, қылықтарымен, тілімен безеп, мазақ күлкі етеді. Оған ешкім ашуланбайтын салт бар. Алайда шөмкөстер ашуланып жатса, оларға ел дүрсе қоя беріп, басып тастайды. Сайқы-мазақтарды бет алды ұрмайды. Оның обалына қаламыз, киесі атады деп қорқады. Сайқы-мазақтарда тойдың бір сәнін келтірушілер. Бүгінгі күні маскарад, клоундар осы сайқы-мазақтардан туындаған өнер болуы да ықтимал.